Ассалаумағалейкум, қазақ елім. Мен сізге бүгін бір мына темірден датты қалай кетіру керек екенін көрсетейін. Міне менде 3 болт бар, мынандай дат басып атқан. Көп дат басып атқан жоқ, сонда да. Міне салдым. Азғантай су құямыз үстіне. Содан кейін утенок дегенді ашып, туалетный утенок, магазиннің бәрінде бар. Азғантай утенок құям. Қараңыз, реакция жүріп жатыр. Үстіндегі даттың бәрін кетіреді. Көрсетіп жіберейін. Реакцияны қараңыз. Көрдіңіз ба? Қатты дат басып атса, онда көбірек ұстайсыңыз. Мынау жарты сағаттың ішінде мына даттың үстіндегі даттың бәрін алып тастау керек жалпы. Көрдіңіз ба? Қайнап жатыр. Даттың бәрін кішкене ана көмірді араластырып жіберсек. Көрдіңіз ба? Қайнап жатыр ішінің бәрі. Қапталынан көрсетіп жіберейін. Кішкене қапталынан көрсетейін. Көрдіңіз бе? Қайнап жатыр. Даттың бәрін кетіреді осылай. Қазір мен сізге эффектті көрсетейін. Міне жарты сағаттың ішінде мынандай болып қалады. Тазарып. Оны сосын мына суға жуу керек. Үстінде қара нелерін қалғанын бәрін кетіресіңіз осылай. Суға бір шай жіберіп, қолдарыңызға байлаң, перчаткамен істеу керек. Мынандай болып қалады, ағарып. Қолданыңдар, құрметті ағайындарым. Сау болыңыз.